1986 жылдың ызғарлы желтоқсаны еді. Алматының ақ қарын қақ жарып, алаңға мыңдаған жас жүрек жиналды. Олардың қолында қару жоқ. Алаңға алып келген тек намыс, тәуелсіз ел болуға деген үмітсіз арман ғана. Сол арманның алдыңғы қатарында жүрегі оттай лапылдаған қырық қыраулы тағдырдың ұлы Қайрат Рысқұлбеков тұрды. Жасы небәрі 20-да. Бірақ оның жанарындағы қайсарлық 20 емес, ғасыр жігіті еді. Қайрат алаңға тәртіп бұзуға емес, менің елім, менің таңдауым болсын деген адал оймен келді. Бірақ бейбіт үнді күш тоқтатты. Алаң қапыда қыспаққа алынды. Жастар үні темір есіктің арғы жағына тығылды. Қайрат тұтқындалды. Жалған айыптар тағылды. Тастай суық камерада оның рухы мұздамады. Ол тек мен кінәлі емеспін деп айтудан тайынбады. Осы сөз бір ұлттың еңсесін тіктеген үнге айналды. Сот оны өлім жазасына кесті. Бірақ Қайрат өлімнен қорқпады. Ол тек туған елінің ертеңіне алаңдады. Түрме торы оған еркіндікті бермегенмен рухын тұсай алмады. 1988 жылы ол жұмбақ жағдайда көз жұмды. Халық